Dünyadagi байлықтан достық деген мың артық. Күйеуіңнің достары жүрмесін шайсын айтып. Замандастар, құрдастар, таусылмайтын жырдастар. Сендер барда көңілдай, мәңгі ашық қойын ұрласпан. Ой, бәрекелді. Мынау Бек Сұлтанның достары, класстастар. Көге, мен ақша құныққан емеспін, көге. Мына жас қойын қараңшы. Бизнесмен. Анау Самалда бір несі бар деп қой. Самалда екі точкасы бар дейді. Мынау уақытта да жұмыс істейді дейді. Мынау алтын сатады дейді. Мынау Рамазан дейді. Мынау Тофик деген мынау запча сатады дейді. Тофик, Эмил, запча сатыңдар. Мықты. Міне, көге мен өтірік айтып жатқан жоқ. Міне көге. Жеке салдыр деп оларға. Бәрінің ақшасы бар деді. Талбамен салдырсаң, ана бизнесмендер 500 теңге салып кететіндер бар деді. Сосын жеке шығарайын деп тұрмын. Апа, мен өтірік айтып отқан жоқпын. Мен міне жазғанды оқып отырмын. Бек Сұлтан қалай айтты, солай салдырайын деп тұрмын. Жеке шақыр деді. Я, ақшасы көп, $9 суретін салып қойдым барға. Бақдәулет дейді. Міне. Қош емедір қой. Өз байлардың жүрісі де бір ерекше болады бұлардың. Бір сәлем саққа кел. Міне, біреу салатқа тағы, екеу тағы салатқа. Артқалдан шығарып алады, артына шығарған жаман болады. Үшеу, төртеу, міне, бесеу, алтыншы қиын болды бірақ ше. Бойдақсың ба, Бақдәулет? Бойдақсың ба? Жұмысты болсын құдайға, молодец, красавчик. Мынау автосалонда менеджер дейді мына жігіт, Абылайда. Абылайға бір қошем өтіріп қойыңыздар. Міне. Жаным Абылайжан, бір сәлем салып ба Абылайға? Қай жерге Бақдәулеттен? Салат болды қазір. Міне, біреу, екеу, үшеу, төртеу, болды, самай ақ қой. Ашып атсын ба, жауып атсын ба? Қой келіп жоқ, болды, рахмет, болды. Келіп бір сәлем салып қой. Рахмет, Григорий, молодец, Бақдәулетін дұрыстау екенсің. Бақдәулет майда бір 6 теңге салып қашқан. Молодец, 15 теңге салды. Вахтада жұмыс дейді, айлығы 570 мың теңге дейді, Атырауда. Вахтада жұмыс дейді. Вахтер! Нұрбақов! Рахмет! Мұна 570 мың теңге алады адам ұқсамайды мұна. 57 теңге алатын сияқты мұна. Біреу, сал бен, екеу, үшеу. Кән, вақытта. Мұна төртеу, сал, бесеу, алтау, жетеу. Қой? 570 мың қайда? Ойдақсың ба? Жаным, жұмысты болсын саған, молодец. Алтын сатады дейді Самал базарда. Рамазан! Қозық қой, Рамазан деген батыр келе жатыр. Рахмет, алтын бағасы қанша болады Рамазан? 20 мың болады ма? 20 мың салонда, аяма. 3 сәлем дағы. Ал, үшеу, төртеу, бесеу. Банкіден спонсорыңыз ба? Алтау, жетеу. Болды ма не? 20 мыңға жеткен жоқ қой, 7 мың теңге болды ғой. Молодец, красавчик. Рахмет. Қаным шетті бол, запша сатыңдар ше. Өткенде Мерседестің моторы кетті да, Лупариктің ше. 170 мың теңге деді да, болар 165 мың теңге деді ғой. 50 мың теңге түсті, мен қан жиын болардың мен қазір. Мен болардың қан жиын қазір. Тофик! Қайда Тофик? Ай, Григорий Тофик! Ол жоқ қой! Жабылып! Молодец, Тофикқа бір сәлем. Ішін атын Тофик бет? Әлі, сол ат бар. Тофик, үшеу, төртеу. Тағы шығады ғой Тофик, білем ғой сенде шығады ғой. Көр. Генератордың ақшасы болда шығады ғой бауырым. Тофик! Давайте! Тофик, мен тұрып жатта қойшы, барып тұрамыз, запчасқа барған сәл түсіп берші, өтініш. Үйсіп ұстамасаң болмайды боларыншы. Эмил бар ма? Тоже болды бизнесмен. О, жаңағы бұл қасиетті VIP клиент болды.
қасиетті, бик біледі, қошем өтіріп қойыңыздар. Эмильге бір сәлем. Есімің сабадыр Эмиль. Запчасть адам не бұл? Екеу. Тағы сәлем. Салы бер. Үшеу. Кел салы бер. Үшеу. Төрт. Эмиль. Давай. Өзің свай. Чимкенттен номер один бизнесмен Элман бар ма? Элман. Çocuğum Elman ne olur? Bir minikte durayım ba? Келесі следующий кет. Бек жігіт бар ма? Самал базарда екі тошқысы бар. Бек жігіт. Міне, бек жігіт молодец. Біреу, екеу, үшеу. Міне, 20 мың кетті, 22 мың кетті, төртеу. Молодец, бек жігіт. Бештеңмен расчет. Эмильман? Григорий. Ничего, карантин ба, Эмиль? Ақша қақтырайып көтті, Эмиль? Ағарыс бар ма? Ағарыс. Өз бизнесмендер ерекше киінеді, пальто киініп. Қыз сияқтыларға жүре бір үйірманды киініп. Ағарысқа бір сәлем салып қойыңыз, Келімжан. Ағарыс, бойдақсың ба? Рахмет, жұмысты болсын. Ағарыс, жұмысты болсын. Басында кепкі Ағарыс деген жігіт Шымкентте ретка бір қошем өтіріп қойыңыздар. Ағарыс, жақсылық, ақшасы көп деп жасып қойып нараға. Бір сәлем салып қойыңыз. Жақсылық, мен өтірік айтып отырсам, міне, атыңа жақсылық па, ақшасы көп деп жасып қойған ба, мына долларын цвет сап қойған ба, емелем аз ұятын білсін. Үшеу. Сала берген жан, үшеу. Молодец. Ғалым Берегупчик дейді. Ғалым. Міне, бауырымызға бір сәлем салып қойып. Россияда машина кеватқан жоқсың ба? Жауып болмайды, Россия Армения. Берегупчик жазып қойып қойып білгенді. Өрісбай Ислам бар ма? Қол соқпайық, Өрісбай мен Ислам, бизнесмен. Сен қайтып келмейсің ба? Қайтыламайсың ба? Бәрі қайтылап отыр, сен қалай деп атқаның ғой. Бәлсі мұңден қалып баратқан біліп тұрмын ғой. Рахмет. Келінжан осы дүйім жұртқа, нөгөшік ұрпақтарына бір сәлем салып қойыңыз. Нағашылары оған сәлем оған? Өркініңіз ұруы? Жағал бойы, кішіздерге бір сәлем салып қой, төлеген бауырын ұрпақтарына бір сәлем. Телман, бір сәлем салып қой, Телманға. Шымкент халқына, республика халқына бір сәлем салып қой, болды сомен. Аленаған келінің бетін ашайық, байдасы кім барып кетті? Мади? Жаным Мади! Ең ішінде крутой болса. Мынау бөрік Филипп Киркоров та бар, одай болса Мади да бар. Каспий? Бергел, Мади. Каспий ма? Бергел. Каспий деп айтып қойып бермесің. Ау? Қан көрікті? Маған чиексен бақтам. Мади. Каспийда құтылады да кейбіреулер. Жібермеймін ондайларды. Білеміз ғой, оқығанымыз ғой десең да. Бата сұрайық. Бексұлтан,